Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ерекше өте дәмді ханум тағам пісіретін боламыз. Жасап көріңіздер достар. Ұнға тұз, жұмыртқа және су құйып қамыр жасаймыз. Өлшемдерін видеоның астына жазып кетемін достар, содан қарасаңыздар болады. Иегін қанғанша басып аламыз да салафанға салып демалдыруға 15 минутқа қойып қоямыз. Ішіндегі салмасын жасау үшін тартылған етке картоп және пияз саламыз. Дәміне қарай тұз бен бұрыш жақсылап тұрып араластырамыз. Иегі қанғаннан кейін қамырымызды жаямыз. Астың нанын құсап жаямыз, жұқалап. Жайып болғаннан кейін 4 бөлікке бөліп шығамыз. Теңдей 4 бөлікке бөлеміз және әр бөлікті тағы да 2-ге бөліп шығамыз. Салмасын әр біреуіне саламыз. Енді соны жаямыз. Оқтаудың көмегімен, яғни оқтауға орап, оқтаудан жайлап босатамыз. Оқтауға ораймыз, ұшынан бастап, сосын жайлап босатамыз. Жабысып ештеңе болмайды. Қорықпай жасай берсеңіздер болады. Барлығын осылай істеп шығамыз, видеодағыдай. Тавамызға күнбағыс майын құйып, пияз салып, қызанақ салып қуырамыз. Тәтті бұрыш саламыз. Томатты салмасаңыздар да болады, міндетті емес. Және су құямыз достар, менің су құйғаным видеоға түспей қалған. Су құйып, дәміне қарай тұз бұрыш саламыз да 5 минут бұқтырып қоямыз. Содан кейін барып ханумымызды салып шығамыз. Менде сыймай қалғасын үстіне кішкене суын құйып, қайтадан үстеріне қойып шықтым. Жабысып қалмау үшін осылай жасап шықтым видеодағыдай. (30-35 минутта бетін жауып пісіріп аламыз достар. Дайын болды. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жасап жатсаңыздар ас болсын.